Сәлем достар, бұл бейнеде сіз блоктарды төсеудің маңызды бөлігі бұл бетті алдын ала дайындау туралы білесіз. Жұқа тігіске қазылған бетон төсеу құрылғысы үшін бізге ұшақ, тегістеу тақтасы және щетка түріндегі қосымша құралдар қажет. Олар алдыңғы кірпіштегі блок ақауларын теңестіруге мүмкіндік береді. Блоктар арасындағы айырмашылықты деңгей немесе пробила арқылы тексеруге болады. Егер сіз блоктарды бір-бірімен тұра алмасаңыз, бұл желімнің көбірек ағуына келеді. Өйткені ол біркелкі емес жарықтардан ағып кетеді. Жоғарыдан блокты одан әрі жүктегенде бұл жерде сізде жарықшақ пайда болуы мүмкін. Сондықтан блок біркелкі емес және тегіс емес. Біз сүргіні алып блокты тырнауды бастаймыз. Бұл мысалда біз сызықтар түріндегі іздер бір уақытта екі блокта пайда болатынын көреміз. Бұл жерде қалау тегіс екенін көрсетеді. Сондай-ақ бұл процедура блоктар арасындағы желімді жақсырақ ұстайды. Біркелкі емес блокта біз оның біраз уақыттан кейін біркелкі пішінге ие болғанын көреміз. Нұсқауларға сәйкес пайдалану тегістеу тақталар блоктың бүкіл бетінде қажет. Өйткені ол кірдің қалдықтарын, желімнің кішкене бөліктерін және блок қалдықтарын жояды. Соңғы қадамдар бұл щетканы пайдаланып блокты бүкіл бетке шаңсыздандыру. Нәтижесінде бетті дайындаудың мұндай процедурасы бізге блоктарды қосымша тегістеусіз төсеуге мүмкіндік береді және бірінші қатардың тегіс екенін ескере отырып кенеттен салдардың алдын алады. Сонымен қатар әр блоктың бетін тазарту қажет. Онда кейін желім, шпатель және щетка қолданылады.